Сәлем қыздар, бүгін қаз айналдыруды үйрететін боламын. Жылқының тоқ ішектерін жуып, тазалап, үрлеп қоятын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай дайындап қоясыздар. Содан кейін қабырғаларды еттен ажырататын боламыз. Барлық етті қабырғадан сылып аламыз. Барлық сылып алған еттерімізді бір табаққа саламыз. Маған бір пачка тұз бен бір пачка бұрыш кетті. Осылай видеода көріп тұрғаныңыздай барлығын тұздап аласыздар. Содан кейін жаңағы ішегімізге осы еттердің барлығын салатын боламыз. Жақсылап салып, нығыздап, екі шетінен байлап. Міне, біздің қазымыз осылай дайын болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің YouTube, TikTok каналыма тіркеліңіздер.